Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы жент жасаймыз. Ол үшін бізге талқан қажет, тары, қант және де сары май керек. Қалауыңызша мейіз қоссаңыз да болады. Алдымен тарыны жуып аламыз. Артық суын төгіп тастаймыз. Газге табамызды қоямыз. Құрғақ табаға тарымызды саламыз. Орташа отта 5 минуттай ешқандай майсыз қуыратын боламыз. Араластыратын ыдысымызға талқанды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Және қуырылған тарыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мейізді алдын ала жуып тазартып аламыз. Бұл өз қалауыңызша қосып-қоспауы міндетті емес. Сары майды микротолқынды пеште немесе су моншасында ерітіп аламыз. Толықтай ерітіп, осы барлығының үстінен құямыз және де жақсылап араластырамыз. Менде қант алмастырғыш, егерде сіздерде қарапайым кәдімгі қант болса, оны сары маймен араластырып қоссаңыздар жөн болады. Және де тарыны блендермен езіп қосуға да болады. Тары қоспай, тек қана талқанмен де жасап көрсеңіздер болады. Енді осыны формаға саламыз. Менде осындай 4 бұрышты форма, астын пищевой пленкамен жауып алдым. Кез келген формаға салсаңыздар болады. Ең бастысы астына осындай пищевой пленка төсеу керек. Осыны ортасына салып шығатын боламыз. Және де ешқандай форма болмаса, қарапайым түрде қолмен дөңгелектеп те жасауға болады. Осыны жақсылап тығыз етіп, үстінен баса отырып, қатты осылай нығыздап шығатын боламыз. Енді осыны тоңазытқышқа кемінде 4-5 сағатқа салатын боламыз. Менде бір түн тұрды. Неге біздің жентіміз дайын болды, оны ақырын формасынан босатамыз және де тақтайға осылай аударып түсіріп алатын боламыз. Осымен бізде толығымен дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, керемет болып шықты. Кесіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өз қалауларыңызша жаңғақ қоссаңыздар да болады. Мен осылай кейде жаңғақпен де жасаймын, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерде керемет болып шығады. Наурыз мейрамына дастарханға осылай өзіміздің ұлттық тағамды жасап ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі рецептерде кездескенше қош сау болыңыздар.